Ағаштың жануы қайтымсыз реакцияның мысалына жатады. Газ тәрізді жану өнімдері мен күлден бұл материалдың күрделі құрылымын қайта жасау мүмкін емес болушы еді. Қайтымсыз реакцияның тағы бір мысалына ерітіндіде барий сульфатының тұнбаға түсуі жатады. Бұл тұз қышқылы мен сілтінің сулы ерітінділерінде өте нашар еретіндіктен, кері процесс ерудің жүруі іс жүзінде мүмкін емес. Көптеген реакциялар кемінде белгілі бір мөлшерге дейін қайтымды. Мысалы, кальций карбонаты жоғарғы температурада кальций оксиді және көміртек диоксидіне дейін ыдырайды. Төменгі температураларда кальций оксиді көміртек диоксидін сіңіріп, кальций карбонатын қайта түзеді. Мысал ретінде газ фазасында жүретін аммиактың өзін құраушы элементтерден түзілуін алайық. Тепе-теңдік тұрақтысының формуласында реакция өнімдері бөлшектің алымында көрсетіледі. Реакция өнімдерінің концентрациясы олардың стехиометриялық коэффициенттері бойынша анықталатын дәрежеге шығарылады. Осылайша, біз екінші дәрежеге шығарылған аммиак концентрациясын аламыз. Сәйкес дәрежеге шығарылған реагенттер концентрациясы бөлшектің бөлімінде көрсетіледі. Осылайша, бізде бірінші дәрежеге шығарылған азот концентрациясы және үшінші дәрежедегі сутегі концентрациясы бар. Тепе-теңдік тұрақтысының формуласы толық жазылды. Бұл реакция үшін Цельсий бойынша 25 градус температурадағы тепе-теңдік тұрақтысы 3,5 көбейтілген оның 8 дәрежесі литр квадрат бөлінген моль квадратты құрайды. Диазот тетроксидінің азот диоксидіне дейін ыдырауы қайтымды реакцияға жатады. Таза диазот тетроксидін вакуумдалған колбаға салғанда химиялық реакция басталады. Димер молекулалар қоңыр өнім азот диоксидін түзіп ыдырай бастайды. Бастапқыда диазот тетроксидінің концентрациясы жылдам азаяды, ал азот диоксидінің концентрациясы көбейеді. Колбаның іші айтарлықтай қоңыр қайланады. Бірақ азот диоксидінің молекулалары пайда бола бастағанда, олар өзара қайта қосылып, кері реакцияға жүреді. Азот диоксиді көп түзілген сайын, кері процесс арқылы көбірек диазот тетроксиді қайтадан түзіле бастайды. Нәтижесінде диазот тетроксидінің ыдырау жылдамдығы баяулайды. Бұл өз кезегінде азот диоксидінің ары қарай түзілуін тіптен баяулатады. Ақырында, Т уақыт өткеннен кейін, диазот тетроксидінің және азот диоксидінің концентрациялары одан әрі өзгермейтін тепе-теңдік күйге жетеді. Осы сияқты, бастапқыда тек қоңыр азот диоксиді болса, бастапқы кезеңде диазот тетроксидінің түзілуіне байланысты қоңыр түстің тез түссізденуін байқауға болады. Соған қарамастан, пайда болған диазот тетроксиді қайтадан азот диоксидіне ыдырап, соңында реакция баяулайды. Қайтадан химиялық тепе-теңдік орнайды. Тепе-теңдік кезінде тура және кері реакциялардың әлі жалғасып жатқан түсіну маңызды. Екі реагенттің де концентрациялары тұрақты. Себебі, диазот тетроксидінің ыдырау жылдамдығы кері реакциядағы оның түзілу жылдамдығына тең болады. Басқаша айтқанда, диазот тетроксиді тез ыдырағаны сияқты тез түзіледі. Сондықтан оның концентрациясы өзгермейді. Микроскопиялық деңгейде реагенттер үздіксіз бір түрден басқа түрге түрленетіндіктен, бұл тепе-теңдік түрі динамикалық тепе-теңдік деп аталады. Барлық химиялық тепе-теңдіктер динамикалық тепе-теңдіктерге жатады.